Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі дене шынықтыру пәні бойынша сабағымыздың тақырыбы волейбол ойыны, допты жоғарыдан ойынға қосу, әдіс тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу. Қашан қазақ атандым мен азамдап, әлі күнге білмейсің ей адамзат есіміне береді бала жасың тобы тасты шоқыған кей азамат. Ару жолда мауыл терде бала белде уайым түбі теңіз ғой бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге. Бас шіркін бүгін десең мен қазақпын, мұң түреген құрық барақың бар, елім бар, жерім бар. Жоғарғыдан тік ойынға қосу техникасын тұтас орындалуын көрейік. Суретте жоғарғыдан тік ойынға қосу техникасын орындау реті көрсетілген. Әрі қарай біз әр қозғалысты қадамдап қарастырайық. Бірінші қадам. Бастапқы қалып, тірейтін аяқты алға басып, допты созылып тұрған бір аттас қолмен ұстап тұрады. Екінші қол шынтақ буынынан бүгіліп, параллельді орналасып, серпу үшін дайындалады. Екінші қадам. Доппен созылған қол лақтыру үшін жоғары жылжуды жалғастырады. Бос қол артқа қайрылады да шынтақ иық деңгейіне дейін көтеріледі. Ойыншы көздеген нүктеге бағыттайды. Үшінші қадам. Бастапқы қозғалыста доп сәл алға жоғары лақтырылады. Бұл кезеңде допты артқа асырмау немесе алға қарай ұшып кетпеуін ескеру керек. Дұрыс лақтыру оның алдағы траекториясын анықтайды. Сол мезгілде ұратын қол түзеліп барып, артқа сермеледі. Төртінші қадам. Бұл фазада допты ойынға қосушы ойыншы қолдың доппен жанасу нүктесін көзбен анықтайды. Соққы жасау үшін денемен қарсы қозғалыс жасап, кеңістікте ыңғайлы тұрысын анықтайды. Бесінші қадам. Бұл кезеңде соғатын қол шынтақ буынынан түзетіледі. Қолдың саусақтары бір тұтас және түзетілген. Қолдың буындарын босансытпау керек. Соғатын қол біртіндеп төмен түседі. Алтыншы қадам. Ойыншы қолының доппен жанасу сәті маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Себебі соққы техникасы доптың дұрыс ұшу траекториясын жасауды және соққы күшін анықтайды. Ұрған кезде білек пен білезік буындары бір тұтас болып, соққы күшін анықтайды. Жетінші қадам. Допты ойынға қосқаннан кейін, ойыншы инерциямен алға қадам жасап, волейбол алаңының бет сызығын асып, өзінің ойын аймағына енеді. Тәсілді орындау кезінде қол мен аяқтардың үйлесімділігін сақтау керек. Сендерге тапсырма. Допты жоғарыдан ойынға қосудың тиімді жақтары неде деп ойлайсың? Допты ойынға дұрыс қосу үшін қалай лақтыру керек? Допты ойынға қосудың қандай тәсілдері тиімді? Денсаулық зор байлық. Назарларыңызға рахмет.